Ассалаумағалейкум, таргетинг сабағы, бірінші бөлім, бірінші сабақ. Қазіргі видеода біз парақшаның дұрыстауды айтатын боламыз. Алдынша кеттік. Бірінші логин, екінші аватарка, міне, үшінші бізде атымыз, описаниямыз. Кеттік. Бірінші логин. Бізде логин ұзақ болмау керек, қысқа болу керек, түсінікті және қысқа болғаннан кейін бізге жаттауға оңай болу керек. Логинде қолдануға болмайды, сандар қолдануға болмайды және ұзақ болмау керек, яғни есте сақтап қалуға қиын болады. Сондықтан осыны ескеріңіз, сандар қажет жоқ, ұзақ болмау қажет. Осы екі пункт, осыны есте сақтаңыз. Екінші, логотип немесе аватарка. Мына жерде өзіңіздің тауарыңыздың суретін қоюға болады, немесе өзіңіз блог болатын болса, яғни өзіңіз туралы бір блог жазатын болсаңыз, өзіңіздің жеке түскен суретіңіз, ешқандай тойда түскен суреттер, достарыңызбен түскен суреттер қажет жоқ. Тек өзіңіздің фонда бір өзіңіз түскен суретіңіз. Егер сурет сәтті шықса, яғни әдемі болып шықса, өзіңіздің суретіңіз жақсы шықса, бұл сізге сенімділік, парақшаңызға деген сенімділікті әкеледі. Үшіншісі, бізде мына жерде описание және аты жөніміз болады. Және тағы айта өтейін, аватарканы дұрыстаңыздар. Блог болса өзіңіздің суретіңіз, тауар болса тауардың суреті. Бірақ мынандай кішкентай сөздер қолдануға болмайды. Мысалы, менде суретте көріп тұрсыңыз, зәм-зәм су деген тұр, бірақ бұл дұрыс емес, кішкентай сөздер дұрыс оқылмауы мүмкін. Сондықтан сіздерге осыны ескеріңіздер. Логотип болса, логотип өте жақсы кетеді, әдемі шыққан, жасалынған. Содан кейін артқы фон ақ болмау керек, дұрыс көрінбейді. Енді описанияға келейік. Описанияға келгенде мына жерде бізде осы жерде не жазылған, осы поиске іздегенде осы жерде сөздер шығады. Мысалы, менде еще логинде шығады, зәм-зәм Астана деп іздейтін болсақ, менің парақшам шығады. Қазір іздеп көрейік. Менде өзім парақшам болғаннан кейін шығып жатырмын, түсінбедім оны, бірақ мына жерде қарап отырсаңыздар, зәм-зәм су Астана. Міне біріншісі, зәм-зәм Астана. Мына жерде қалай жаздым, солай шығып жатыр. Мына жерде мысалы атын жазылмаған, зәм-зәм сөзі, ода зәм-зәм. Бірақ логинде зәм-зәм Астана деген сөз бар. Мен мына жерде зәм-зәм Астана деп іздеймін. Сондықтан оның парақшасы маған шығып тұр. Сондықтан логин жазу барысында осыған мән беріңіздер. Мына жерге де жазуға болады, яғни мен Астана деп қойғам, осыған да мән береді. Екінші бізде аты жөніміз. Яғни осы аты жөніміз, одан кейін описание кетеді. Описанияда немен айналысатын туралы жазсақ болады. Блог болса өзіміздің слоган, яғни нені жақсы көреміз, нені өмірге келген мақсатың не, бір белгілі бір цитатаны жазып қойсаң болады. Немен айналысатын туралы жазып қойсаң болады. Қандай нәрсені жақсы көретін, хобби туралы жазуға болады. Осы жерде барлығын жазуға болады. Ал егер тауар болатын болса, тауардың компанияның слоганы, яғни слоган туралы интернетте іздеп көрсеңіздер болады енді. Одан кейін мына жерде тауар туралы бір-екі мағлұмат, әрине мына жерде көрсеңіздер, жер бетінде ең қасиетті су зәм-зәм суы деген цитата алынған. Одан кейін призив десте болады. Сатып аламын деген, сатып аламын астында менде ссылка қойған, одан кейін астында WhatsApp-қа сілтеме қойған. Осылай призив десте қойсаңыздар болады, адамға сразу WhatsApp-қа жазуға оңай болу үшін. Яғни сіздің парақшаңызға көрді, келді, описание оқыды, сатып аламын орнына парақшама жазыл, өміріңді өзгерт деп қойсақ та болады. Бұл әрине өте керемет эффект береді. Енді осыны қайталап көріңіздер. Мына жерде логин дұрыстаймыз бірінші, екінші аватарка, ешқандай тойда түскен суреттер қажет жоқ, ешқандай кіші әріпте жазылған суреттер қажет жоқ, әдемі минимализмде жасалынған қарапайым суреттер, тауардың суреті немесе өзіңіздің суретіңіз. Артқы фон ақ болмауы керек. Одан кейін мына жерде өзіміздің атымыз, мына жерге ешқандай басқа сөздер жазып қоймаңыз. Мысалы, өмірін өзгертем, анау-мынау деген секілді. Бұл жерде өзіңіздің мына жерде поискте шығатын сөз жазыңыз. Мысалы, тауар болсын, тауардың атын жазыңыз. Өзіңіздің атыңыз ба, өзіңіздің атыңыз жазыңыз. Мына жерге описание, мына жерге сосын сілтеме қоюды айтатын боламын. Дәл қазір осыны өздеріңіз парақшаңыз жасап көріңіздер. Еще қазір PDF форматында мағлұмат болады, оны да қарап көрсеңіздер болады.